Жуырда елімізде үлкен саяси науқан басталады. Құрылтай сайлауы өтеді. Алдағы 2 ай бойы партиялардың жарысына куә боламыз. Біз бүгін Қазақстандағы саяси партиялардың жағдайына шолу жасап көреміз. Басты сұрақ: халықтың мәселесін кім айтып жүр? Кімнің саяси салмағы ауыр? Және құрылтайға қандай партиялар өтуі мүмкін? Осы сұрақтар төңірегінде ойланамыз. Кеттік. Аманат. Аманатты ұнататындар да бар, сынайтындар да көп. Бір нәрсені мойындау керек: аманат елдегі ең ықпалды саяси машина. Аймақтардағы желісі, кадры, ресурсы, ұйымдастыру қабілеті жағынан бәсекелес жоқ партия. Қазақстандағы кез келген үлкен саяси процесте аманаттың ізі бар. Партияның басшысы Ерлан Қошанов. Бірақ аманаттың ерекшелігі: бұл бір адамдық партия емес. Аманат лидермен емес, жүйемен жұмыс жасайтын саяси күш. Аманаттың құрамында Қазақстанға танымал көптеген қайраткер азаматтар отыр. Бұл үлкен артықшылық. Дегенмен осы артықшылықтың қиын жағы бар. Халық жол нашар болса да, баға өссе де, аманатқа қарайды, аманаттан сұрайды. Жауапкершілігі көп, беделі де зор. Қазақстандағы ең танымал саяси бренд Аманат құрылтайға өтуі әбден мүмкін. Ауыл партиясы қозғап жүрген азық-түлік, жер, агросектор, демография — бұның бәрі мемлекеттің қауіпсіздігіне қатысты мәселе. Сондықтан бұл тақырып ешқашан өлмейді. Тек ауыл партиясының күші шамалау болып тұрды. Партияның төрағасы Серік Егізбаев. Егізбаев ұлттық масштабтағы медиа салмағы бар адам емес. Халыққа сөз өтетін лидерді бұл партиядан көре алмай жүрміз. Партияның өңірлерде аздаған беделі бар, бірақ қалалық орта мен жастар арасындағы ықпалы жоққа тән. Ауылдықтар бұл партияның қалалықтарға қандай пайда әкелетінін дәлелдеу керек, әйтпесе үлкен саясаттың шетінде қалып қояды. Ақ жол партияның негізгі ерекшелігі: олар экономиканы, кәсіпкерлікті, бизнесті жүйелі айтып, кәсіпкерлердің тілінде сөйлейтін партия. Салық, бизнес климаты, нарықты экономика тақырыбында тәжірибесі де мол. Төраға Азат Перуашев. Тәжірибелі, танымал саясаткер. Бірақ саясат тек экономика емес, халық эмоциямен де дауыс береді. Бұл жағынан қарасақ, Ақ жол халықпен емес, кабинеттегілермен сөйлесетін партия сияқты. Әрине, бизнестегі беделі жаман емес, бірақ жалпы халықтық деңгейде аса бір үлкен күшті саяси аурасы жоқ партия. Әділет осы дүйсенбіде тіркелді. Су жаңа партия. Сәттілік тілейміз. Қазақстандағы әділет тақырыбы күн тәртібінен түспейді. Құқық, заң, сот тақырыптары өте өзекті. Егер бұл партия сот жүйесі, құқық қорғау, жемқорлықпен күрес секілді мәселелерді батыл көтерсе, қалалықтарды, белсенді аудиторияны жинап алар еді. Айбек Дадибай партияның төрағасы. Партия құрамында бизнесмендер, журналистер, басқа да танымал тұлғалар бар. Дәл қазір әділетке танылу керек, көзге түсу керек, назар үшін жанталасу керек. Қазақстанның халық партиясы әлеуметтік теңдік, қарапайым халық, әлеуметтік мемлекет деген ұғымдарды көтереді. Партия төрағасы Ермұхамед Ертісбаев. Ерекең өткір сөйлейді, медиа тұлға. Дегенмен жалғыз Ертісбаевтың белсенділігі бүкіл партияның идеясын түсіндіре алмайды. Жалпы халық партиясының образы көмескі. Ал саясатта түсініксіздік ең үлкен дұшпан. Өйткені халық сенің кім екеніңді түсінбесе дауыс та бермейді. Бітті. Ал енді қалғандарына қысқаша тоқталып өтеміз. Республика партиясы жаңа жас энергиясы бар партия ретінде алға шықты. Урбанисті, кәсіпкерлікке жақын образ қалыптастырғысы келді. Бірақ жігіттер ештеңе шығара алмаған секілді, қазір аса бір қатты белсенділік байқалмайды. Электораттың кең қолдауына ие болғанында көре алмай тұрмыз. Экология болашақтың тақырыбы. Ертең су, ауа, жер деген мәселелер мұнайдан да маңызды болып кетуі мүмкін. Негізі байтақ өте күшті нишан ұстап тұр. Бірақ партияның төрағасы Азаматхан Әміртаев не ойлап жүргенін біз түсіне алмадық. Жалпы саясатта идеядан бөлек харизма деген нәрсе де керекті. Қазақстанда әр кезеңде оппозициялық көңіл-күй болды, бірақ ЖСДП оны нақты саяси капиталға айналдыра алмады. Тұрақты, халықты соңынан ертетін лидер де шықпады. Тарихи мүмкіндік босқа кетті. Екінші мүмкіндік берілмейтін де шығар. Сонымен қысқаша айтқанда осылай: жалпы Қазақстанда партия көп, бірақ бірінен бірінің айырмасы аз. Нақты тақырып, ұстын айқын идея жоқтың қасы. Халыққа әдемі атау ғана емес, нақты жауап, нақты іс керек жігіттер.